Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сіздерге осындай кірі кетпей қалған, қанша жусаңыз да тазармайтын осындай айсой майлықтарын өте оңай әдіспен тазалауды көрсететін боламын. Тек қана майлықтар емес, сіздердің бауырсақ пісіретін құралдарыңыз, немесе үйдегі қасық вилкаларда қатып қалған қара майлар болса, дақтар болса, соның барлығын бірге кетіретін боламыз. Қыздар, міндетті түрде арнама жазылып алып, видеоларымды қарап жүріңіздер, және колокольчикті басып қойсаңыз, мен шығарған видеоларды бірінші сіз көретін боламыз. Ал ендеше бастайық, қыздар. Осындай тереңдеу ыдысқа су құямыз, 7-8 литр су құямыз. Міндетті түрде суыңыз ыдыстан пәс болу керек. Үстіне 3 ас қасық порошок, кез келген порошокты қосасыздар. Маңызды емес қандай екен, және де үстіне белизна қосамыз. Менде бұл жерде гель түрі, сіз порошок түрін қолдансаңыз да болады. Осылай 3 колпачок порошок түрін гель түрін қолдандым мен, қыздар. Кейін үстінен ақ май құямыз. Ақ май біздің қатып қалған майларды жібіту үшін керек. Ақ майды көп емес, кішкене ары кетсе 1-2 қасықтай ғана құясыздар, қыздар. Кейіннен ас үйдің қолданып жүрген ыдыстарыңызды және де осындай майлықтардың барлығын салып, бір қайнағаннан кейін 15-20 минут қайнатасыздар да алып, жақсылап қолмен бір ысқылап жуып, немесе стиральныйға салып жуып алсаңыздар, міне осындай өте керемет тап-таза болып шығады, қыздар. Негізі майлықтарды тастаудың қажеті жоқ. Осылай бір ағартып алсаңыз, бір майлық сізге неше жылға қызмет етеді, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы әдісім ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, каналыма міндетті түрде жазылып алыңыздар, қыздар.